Армысыз, қадірмен көрермен, эфирде сана бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз ұлттық музыканың трансформациялануы деп аталады. Өздеріңізде білесіздер, жаһандану кезеңінде мынандай бір сөз бар. Әрбір ұлт бұл жаһандануға өзінің мәдениетіменен кіреді дейді. Бірақ мәдениетімен кірген кезде де мәдениетін трансформациялау арқылы жалпыға ортақ бір құндылыққа айналдыра отырып енеді дейді. Сондықтан да бүгінгі студиямызға келген қонақтарымызбен бірге осы қазақ ұлттық музыкасының трансформациясы жайында әңгіме өрбітеміз. Қош келдіңіздер. Бұл жаһандану кезеңінде қалай ойлайсыздар, жалпы қазақ ұлттық музыкасы бір трансформацияға ұшырады ма? Әлде тіпті өзгеріп кетті ме? Не болып жатыр? Трансформацияға жалпы ұшырайды ол міндетті түрде. Оның бірден бір көрінісі мына біздің Ахмет Жұбанов атамыздан басталады біздің елімізде. Бірақ енді бір нәрсені түсіну керек. Қаншадан болса сонша пікір болады, сонша өзгеріс болады, бірақ уайым бір болу керек сияқты бәрінде. Қанша өзгеріске ұшыраса да уайым бір болу керек. Заманның ағымына байланысты ол бірнеше трансформацияға ұшырайды, бірақ уайымы бір болу керек сияқты, уайым. Оркестрлік, ұжымдық, коллективтік бағыттағы орындаушылықтың бәрі сол белгілі бір өзгерістің нышаны ол жалпы. Ол қазіргі таңда ол бірнеше форматқа ие болды. Ол мысалға кішкене фольклор топтардың пайда болуы, мысалы кезінде біз советтік Ахмет атамыздың өзі советтік оркестрлерден, орыс оркестрінен негізімен құрды ғой, мысалға қазақ оркестрлерін. Балалайканың орнына домбыраны ауыстырды деген сияқты. Бас домбыраны пайдаланды. Бізде бас домбыра болған аспай емес қой. Примағобыз домбыраның стройын өзгертті дегенде мәселе. Сондай нәрсемен жүйеленді ғой бізге. Қазір енді сол аспаптарды қолданбай, мысалға таза этно бағыттағы, мысалы қассақ, тұран сияқты нелер шықты, ансамбльдер шықты. Сол сияқты айта берсек көп, ол міндетті түрде ұшырайды. Бірақ енді асылында негізі жалпы сол топтың, өнердің төңірегінде жүрген кісілердің қанша адам болса да, қанша пікір болса да, уайым бір болу керек сияқты. Менің ойым осы. Сіздің уайымыңыз не? Сол жерден бастасақ, уайым не болу керек? Yani мақсат мағынасында қолданып отырсыз ғой уайым сөзін, иә? Мақсатымыз не болу керек олай болатын болса? Енді өзі қазақ бір тауып, бір жоғалтып, бір тауып, бір жоғалтып жатқан халық. Сондықтан одан трансформация болмауы мүмкін емес. Екіншіден енді өнердің қайбір түрі болсын, қандай түрі болсын, ол енді өзгеріске түседі ғой. Себебі бала шағы болады, жасөспірім жағы болады, құр жігіт, дүрі жігіт, қара сақал, ақ сақал дейтін дәуірлер. Қазақтың тіліміздің өзі де сөйтіп өзгеріске түсіп отыр ғой. Мәселен, қазіргі тілімізбенен 60-70 жылдардағы тілдің өзін салыстыруға да болмайды. Себебі басқаша қазір. Күніге қанша сөздер еніп жатыр, сол сияқты музыкаға да қанша нәрселер еніп жатыр жыл сайын. Сондықтан міндетті түрде болады, болмауы мүмкін емес. Қатып қалған сол күйінше сақтайық, сол күйінше жаңағы баяғы қазақтың дәстүрлі өнерін сол күйінше сақтау деген мүмкін емес. Осы жағынан келгенде, соңғы мен хронологиялық жағынан келетін болсақ, соңғы бір ғасырдың ішінде біраз өзгеріске түсті қазақтың өнері. Оның ана негізі 20 ғасырдың басында қазақ музыкасының классикалық дәуірі бітті деп есептеледі. Мына кімнің Мәдидің Ұшқара дейтін әні соның соңы деп есептейді шамамен алған кезде, ол где-то 1906-10 жылдардың шамасы. Одан кейін Совет үкіметі келді ғой. Соның аралығында да біраз Абайдың мәселен әндері, мәселен, мұның өзі бір құбылыс болды қазақтың. Классикалық бітіп, модернизацияның басталған кезеңі болды. Абайдың әндерді солай деп айтуға. Оның сыртында Абайдан бөлек, одан да бұрын мәселен қазақ әндерін қарап отыратын болсаңыз, мұна европалық стильдегі әндер өте көбірек. Мәселен, жаңа кім Ромен Ролан Жазаевичтің кітабын қарап отырып, біздің қазақтың мың ән дейтін таңғалған ғой. Бірақ біздің Европамыздың жоғалтып алған, байқамай өзінің аңғырттығымыздан жоғалтып алған музыкасын мен осы Затаевичтің қазақ әндерінен кездестірдім ғой дейтін бар ғой. Демек, бұл арғы түкпірінде қазақ музыкасының өзі сол әлемдік музыкаменен бір қабысып жатқандығын, оның ішінде батысында музыкасымен қабысып жатқандығын байқауға болады Ромен Роланның сөзінен. Мәселен, анау
Бекен Жамақаев дейтін атақты композитор мелодистіміз болды, осы махаббат вальсі деген біз бір ағанмен қалды сол кісі. Сол бір күні Роза бағаларымыз сол ағамыздың әнін неге барып, Венаға барып айтқан ғой. Сөйтсе, қырып қалыпты сол жерде европалықтар алғашқы аккордтан алғаннан-ақ уже құлаған. Сосын соны естіп, Елизавета Баварская дейтін королевасы бар екен. Сол барып, көріп, ол көзіне жас алып жылапты. Мынау деген керемет, біздің музыкаға бұл нағыз жана жақты деп. Сол сияқты біздің қазақтың музыкасы, жалпы Азияның музыкасы, өнері батысқа барып өзін қайтадан ашқан сияқты болып жатыр да. Одан кейінгі дәуірлер, мәселен, одан кейін опера, ұлттық операмыз. Оның өзі де Европаның опера музыкасымен шарбылай шырмалып жатыр мәселен. Сол кезде шамалы әрине өзгеріске түсті, экспансия болды, стандарттар өзгерді, бұрынғы батыстың стандартына сүрді. Бірақ соның өзінде де әйтеуір ұлттық музыкамыз ұстатылып шықты, қалай болғанда да. 50-ші жылдар дейтін бұл мынағы еңбек әндері, қырманға кел, қалқатай, бірақ оның өзі де бір жанрлардың демократизациясын көрсетті. Мәселен, марштық ыңғайдағы әндер, гимнический, гимндік ыңғайдағы әндер, сондай мынау социалистік реализмнің пафосымен суарылған оптимистік трагедиялар мәселен сондайлар болды. Оның өзі кәдімгідей байытты мәселен. Су тасушы қыз дегендердің өзі қазақта бұрын Ілияс Жансүгіровтің айтатыны бар ғой. Қазақта бейлі ән болмаған, қазақта даланың әні болған. Бейлі ән деген ол қаланың әні дейді. Шынында да қазақта ой салмайтын, ойға батырмайтын ән болмайды. Билеп жүрген қазірге дейін қазақтың ұлттық биі неге жоқ дейміз мәселен. Қазақ біреудің алдында секеңде билеп жүрген дәбестік санаған. Тем более жастар үлкендердің алдында. Сондықтан бізде көбінесе ойға батырып отыратын андар. Бірақ сол мажор мен минордың өзінде де минормен айтылатын ән, қайғылы әндердің өзін мажормен береді. Көптеген әнді музыканттар біледі оны. Өте көп ондайлар мәселен. Сондай нәрселерден қарағанда 60-шы жылдардан бастап демократизация қатты дамып, 60 пен 80-ның арасындағы музыкальный эра, бүкіл дүниежүзі бойынша музыкальный эра болатын болса, қазақ одан көштен қалған жоқ мәселен. Дос Мұқасанның өздері бұрын қазақта мәселен полифониялық ән болды деп, көп дауысты әнді болды деп есептелмеген. Жеке солистер, біздің мықты солистеріміздің көптігі де сол ғана Димаштардың шығып атқандығы жалпы. Бірақ Дос Мұқасан алғаш рет көп дауысты полифониялық әнді, ансамбльдік әндерді келтірді. Оның өзі қазақ әннің арғы төркінде полифония бар деген сөз. Мен осы тұрғыдан келгенде, енді біз жоғалттық, соның бәрін жоғалтып алдық. Эстрадасын алып қарасаң, онда неше түрлі елдің, неше түрлі халықтың элементтері сапырылысып жатыр. Грегің бар, түркің бар, түрігің бар, өзбегің бар, қырғызың бар. Бір жағынан солай, бірақ екінші жағынан, мысалы үшін, қазақ сияқты жаңа формациялар пайда болды. Және сіздердің мысалы үшін саундтарыңыз өте аутентик, жаңағы түпнұсқа сияқты. Әрине түпнұсқа не екенін ешқайсымыз білмейміз, бірақ тыңдаған кезімізде құдды бір жаңағы 16-шы ғасырда жаңағы егер бір оркестр болатын болса, осылай ойнар еді деген сияқты бір фантазия, қиял әлемін қалыптастыра алдыңыздар. Яғни бір жағынан сіздің айтқаныңыз сияқты менде мысалы үшін эстрадалық әндерде әсіресе мынау бізге тән кейбір мелодиялық модтар болады ғой. Сол модтарды іздеймін, бірақ таба алмаймын да. Ал екінші жақтан да мысалы үшін қазақ сияқты, немесе сіз айттыңыз ғой, жаңағы Тұран дедіңіз ғой, Тұран тобы сияқты жаңағы қайтадан мынау түпнұсқаға өзінің идентикасын түпнұсқадан іздеген формациялар да бар. Трансформация деген сөздің астарында мен енді ұсыну әдісінің өзгеруі деп түсінем. Өйткені негізгі түп өзек сарын біз сақтап қалдық. Біраз әншілік өнерді, күйшілік өнерді зерттесеңіз, ортақ сарындар, әсіресе жыр өнері, аспаптық музыка мен жырдың, енді ғалымдар әртүрлі жорамал жасайды, кезіндегі жырдың аспаптық өнер болып бөлек тармақ болып кетуі, одан кейін жырдың аспаптық сүйемелдеумен бөлек кетуі деген сияқты. Осындай тарихи оқиғаларда енді біз өзіміздің сарындарымыз дегенмен сақтап қалдық. Бірақ оның көмкерілуі, оның ұсынылу әдісі, ол заманның өзінің белгілі бір қоғамдағы пайда болған жаңалықтарға және құралдардың пайда болуымен, кеңеюі, мүмкіншіліктің, мысалы 70-ші жылдардың
осы 70 жылдарда Болат Сарыбаев атамыздың мына аспаптарды қайтадан жаңғыртып әкелуі біздің қолымызды ұзартты. Әлбетте ол тек қана музыка, сарындары сақталды. Ол аспаптар негізі сарын арқылы біз жаңғырттық. Өйткені мысалы жетігенді біз Хақасқа немесе кәрістерге, қытайларға сүйеніп, оны қайтадан қалпына келтірсек, бірақ олардың мелодиясын ойнаған жоқпыз ғой біз. Біз өзіміздің сарындары, әндерімізді ол аспаптан алсаңыз да, неден алсаңыз да, әннен алсаңыз ортақ сарындар бар. Сол сияқты үрлемелі аспаптардың өзі үлкен түрік өркениет деп есептесеңіз, кез келгеніне қарасаңыз, әйтеуір бір аспабы жоғалған, әлсіздеу дамыған, немесе мүлдем жоғалып кеткен. Енді біз бір өркениеттің бір мемлекет деп айтса болды кезіндегі, тұран өлке. Соның мүшесі ретінде біздің құқығымыз бар ғой, соны қайтадан жаңғыртуға. Өйткені домбыра тектес аспаптар, домбыра деген атаумен аспаптар көп, бірақ біз неге нағыз қазақ домбыра дейміз? Өйткені ол бізде керемет дамыған, басқаларға қарағанда. Өйткені қазір таңның өзінде 7000-ға тарта күй сақталған. Дәл сол сияқты үрлемелі аспаптарымыздан, мысалы састырнай сияқты саздан жасалатын аспаптарымыздың өзі мына төңіректегі башқұрт, қырғыз халқы, одан кейін осы тіпті славян, Европа халықтарында сақталған акарина деген сияқты аспаптар, Италиядағы мысалды. Сол аспаптарға қарап отырып жаңғырттық. Бірақ олардың мелодиясын ойнаған жоқпыз ғой. Жай ойнап көрген шығармыз, бірақ біз бәрібір өзіміздің ұлттық төл сарындарымызды ойнадық. Сол сарындар сақталды, ал енді ұсынылу әдісі бағана трансформация дегенде, ұсынылу әдісі бағана ағамыз айтқандай минорлық әнді, енді минор мажор деген түсінік бізде қазақта жоқ енді, дегенмен бір жоқтау, қимау, зарлау әндерін біз мажорлық немесе бір көңілді ырғақтармен жеткіземіз. Бейнебаяндардың әуенмен, оның тарихымен сәйкес келмеуі деген сияқты дүниелер қазір кездесіп жатады. Оның барлығы енді білмеймін, енді бір өтпелі кезең деп ойлаймын, бірақ ол ұзаққа шыдамайтын зат. Ал нағыз трансформация тек ұсынылу әдісінде. Мысалы, біздің негіз қазақтың өнері жеке орындаушылыққа негізделген. Құрманғазы, Дина, Тәттімбет, Қожеке деген сияқты. Олардың барлығы топтасып, ансамбльдік өнер деген қазақ халқында негізі болды, бірақ дамыған жоқ. Ол көбінесе отырықшы халықтарда көбірек жақсы болды. Ол мәселеге қазір біраздан тоқталамыз. Роман мырза, сіз қалай не ойлайсыз? Кез келген жаһандану дейді ғой, глобализация дейді. Кез келген жаһандану процесс жүрген кезде, кез келген ұлт өзін сақтап қалғысы келеді, сөйтіп тырысады. Сөйтіп үлкен бір мәдениет кеңістігіне өзінің құндылықтарын ұсынады, немесе трансформациялауға мәжбүр болады. Сол қырынан қараған кезде біздің өнеріміз 20 ғасырдың басында, жаңа Бәкең айтып кетті, сол айтқанына қосылам. Жұбановтардың кезінде, Брусиловскийлердің кезінде бір трансформацияға өтті. Бір жаңа заманға бейімделу процесіне өтті. Мен ойлаймын, ол кезде әдемі өтті. Неге десеңіз, мысалы Брусиловскийдің жазған операларының бәрінде біздің ұлттық әндер қолданылды. Енді ол кезде айтады, жаңағыдай, қазақ операны дұрыс қабылдау үшін, өзіне жақын қабылдау үшін, операда қазақтың әндері болу керек еді деген секілді. Бұл да бір трансформация. Екіншіден, бәрібірде жаңағы халық арасында бір, қалай деп айтсақ болады, шағын топтардың арасында айтылып жүрген әндерді Брусиловскийлер опера арқылы әдемі ұсыналды, бір жаңа бір өң берді да, сондай болды. Одан кейін жаңа Ерекең де айтты, Болат Сарыбаевтардың кезінде ескі қалып кеткен аспаптарды жаңағыдай трансформациялау басталды. Мысалға, 2 тесігі бар Састырнайға, 1 тесігі бар, мысалға 10 тесік қосты деген секілді. Ол жерде де трансформациялау деген кезде Нұрғиса Тілендиевтердің де еңбегін атап айту керек. Себебі Болат Сарыбаев теоретик ретінде, аспаптар таныстыру ретінде ортаға шығарды, бірақ оны ары қарай дамыту, мысалы, Отыра сазы деген оркестр құрылды. Тура ескі аспаптардың трансформациялану бір кезеңі, әдемі кезең. Отыра сазы деген оркестр құрып, халыққа қайтадан таныстырды, халық жылы қабылдады. Онымен қоймай, Нұрғиса Тілендиевтер, оны жаңа Қыз жібек секілді киноларға да қосты да, мүлдем жаңағыдай басқаша қабылдады, халық жылы қабылдады. Әлі күнге дейін, мысалға, Ерекеңдер, Бәкеңдер күйші білет, бір жерге барған кезде жекпе-жек тартшы дейді. Жекпе-жекті қақтан білет? Жекпе-жекті Қыз жібектегі кинодан білет. Аққуды білесің ба дейді. Аққуды Нұрғиса Тілендиевтер халықтың өзіне қайтадан, жаңа тек қана күйшілердің арасында танымал бір күйді трансформациялап, жаңа әрбір қазақтың жаңа несіне өткізіп жіберді, жаңа жүрегіне қайтадан. Өйткені қазақ бұлардың бәрін қабылдай алады. Неге? Өйткені кезінде
жаңағы ақан серін тыңдаған халық, біржан салды тыңдаған халықтың бәрібір генінде, интеллектінде ондай жаңағы соны шығармалар дейді, оны қабылдай алу жаңағы несі бар. Бірақ одан кейін трансформациялау деген кезде көбінесе сол басталған істерді қайталау күйінде қалды да, осы соңғы 10 жыл, 15 жылдың ішінде жаңа Қассақ, Тұран, Сармат, сіздердікі Сармат бәке? Сондай ансамбльдер жаңа қайтадан бір леп алып келді халыққа. Бір киноның саундтрекі секілді ескі тарихи кинолардың Отырарға, Түркістанға барып қайтатындай бір сол жақты елестететіндей, бір орта ғасырға сізді еріксіз алып кететіндей бір әсер қалдыратын жаңағыдай нелер. Осындай трансформацияны ұлттық музыканы осылай трансформациялау болатын болса, осы процесс әдемі жүріп жатыр. Мысалға бізде консерваторияда сыбызғы негізі 3 тесікті болған сыбызғы, 5 тесікті, 3 ойық дейді. 10 ойық, тіпті клапан жаңағыдай салған кездер болған. Трансформациялау әдемі жүріп жатыр. Одан кейін деко деген нәрсе пайда болды бізде. Деко деген домбыра, электроника, жаңағы электроник домбыра. Компьютер, күй, орындаушы деген. Асылбек Еңсеповтердің кезінде, одан кейін де домбыраны тағы да бір шоу деңгейіне, сахнаға алып шықты. Ол да бір трансформациядан өткен деп есептесек болады. Біздің өзі аспап, домбыра аспабы да негізі ғасырлар бойы трансформациядан өтіп келе жатқан аспап қой негізі. Мысалға эволюциясы бар. Шыңғыс ханның кезінде оның шектері көп болған деген секілді аңыз бар. Бұл трансформация жағы енді музыканың. Одан кейін Ерекең тағы бір мәселені қозғады, сұрыпталу деген мәселе бар. Мысалға бір халықтың белгілі бір тарихи кезеңдерден өткен кезде аспаптарда сұрыпталады, жаңағыдай нетеді. Біздің мысалға қазақ мәдениетінде аспаптарға біз енді инструменталист болғасын, көбінесе сол аспаптық жағынан кіріп жатырық та. Жаңағыдай сұрыпталу деген мәселе болады. Бізде мысалға аспаптарды Жанғали Жүзбай деген ағамыз айтады, әйелдердің ойнайтын аспабы болған дейді, кішкентай балалардың ойнайтын аспабы болған. Біз енді ойлаймыз ғой, домбыра бәріне ортақ деп. Домбыраның формалары да әртүрлі болған. Қазір біз тек шанақ жағы домалақ домбыраны ғана елестетеміз, тұмар домбыра деген болған. Оның бәрі сұрыпталады бір уақыт келе, тарихи бір кезеңдерге байланысты. Сұрыпталу кезеңінде кейбір аспаптар жоғалып кетеді, сондай бір қауіп төнеді. Мысалға бізде сыбызғы, қобыз деген артта қалып, домбыра алға шығып кетті. Мысалы башқұрттарда керісінше сыбызғы деген қурай өздері, сыбызғы деген аспап алға шығады. Сондай бір сұрыпталудан да өтеді аспаптар. Бірақ бәрібір де колорит, дыбыс біздің халыққа жақын болғандықтан, оны қайтадан халыққа ұсынған кезде халық жылы қабылдайды. Тағы да бір айтайын, біз көбінесе осы ұлттық музыка деген кезде тек музыка жағынан ғана қараймыз да, бір мелодия, әуен жағынан да қараймыз. Негізі мазмұнына да қарау керек. Кейбір біздің тікелей музыкамыз, біздің салт дәстүріміз, мәдениеттанушылар бұны жақсы зерттейді. Біздің музыкамыз тікелей біздің салт дәстүрімізге байланысты болады. Біздің дінімізге жаңағы, біздің діни жоралғылардағы музыкаларымыз бар. Біздің қуанышты жаңағы үлкен үйлену, жаңағы қыз ұзату дегендердегі ол жақтадағы біздің музыкамыз бар. Сондықтан жаңа ағамыз да айтты, ой салатын деді ғой. Негізі біздің музыканы екіге бөлуге болады. Біріншісі құр әуен естігенде көңіліңе бір эстетикалық ләззат алатын музыка, екіншісі мазмұнды музыка. Бұның бір белгілі бір салт жоралғылармен қатар жүреді. Табиғи түрде салт жоралғылар, діни ритуалдар жаңағыдай жойылған кезде, қолданыстан шыққан кезде әлгі музыкалық шығармалар да жоғалып кететін тұстары болады. Жоғалып кетеді, немесе басқа бір формаға нетеді. Сондықтан бұл жерде егер ұлттық музыканы қайтадан жаңғыртамыз десек, ағартушылық жағында қайтадан қолға алу керек. Мысалға мектептерде домбырасы өте маңызды. Мысалы үшін мынау өздеріңіз айтып отырсыздар, жаһандану кезеңінде жаңағы ұлттық мәдениеттің жауһарларын сақтай отырып, оны жаңағы бүкіл әлем жұртшылығына ұсыну мәселесі. Сондықтан да болар, мысалы үшін Европада әсіресе фольк музыка деген ұлттық музыкаға енді олардың тілімен айтатын болсақ, фольклор музыкасы деген жаңағы тұтыну тұрғысынан болсын, тыңдау тұрғысынан, жаңағы оны жаю, кеңінен жаю тұрғысынан болсын, өте көп жұмыстар істеледі. Фестивальдер өте көп. Финляндияда, мысалы үшін Финляндия негізінде рок-музыканың отаны қазіргі кезде, екінің бірі рок-музыка, бірақ сонымен қатар, мысалы үшін фольк музыканы тыңдады ма, бәрі тоқтап тыңдайды. Фестивальдер болады. Жаз бойы, мынау
маусым айынан қыркүйек айына дейін мынау неде солтүстік полюске жақын маңайында үнемі жаңағы фольк музыка және рок музыка фестивальдері болады. Францияда да сондай, Германияда да сондай. Сіздердің мысалы үшін бастамаларыңыз өте керемет. Жаңағы ұлттық музыканы, жаңағы фольк музыканы қайтадан жандандыру. Енді осының тыңдарманы бар ма? Аудиторияларыңыз кімдер? Және Қазақстанда да бұл жанрдың жаңағы кеңейіп, жайылып, көбеюіне қандай іс-әрекеттер жасауымыз керек, қандай шаралар жасауымыз керек деп ойлайсыздар? Мен бағана Рәкеңнің бір ойын айта кетіп, содан кейін барып осы сұраққа жалғай өтсем, бағана аққу, жекпе-жек сияқты күйлердің кино арқылы беру визуализация көрген кезде адам жақсырақ қабылдайды. Сол сияқты мына бұрынғы шыққан күй болсын, ән болсын, бір белгілі бір ситуацияда бір болған оқиғаның ішінде шығып отырған, яғни оқиға болып жатыр, және соған арнайы контекст бар. Контекстін, яғни соның аясында шығып отырады. Ал бертін келе оның тарихы айтылып, сосын барып орындалатын. Яғни бір белгілі бір деңгейде визуализация бар. Өйткені оны елестетесіз, оның оқиғасын дәмін кіргізіп, бірінші майын тамызып, оның ықыласын бері қаратып аласыз тыңдаушыны, одан кейін барып ұсынасыз. Ал мына соңғы ағамыз айтқандай, соңғы 100 жылда ол цензураның ішінде болды. И мына фильмге кіруі, ол жоғалып кеткен визуализация, көру, аңыздың тыңдау деген мәселені халық қайтадан қайтарды. Яғни бағана аққумен байланысты бейнемен, жекпе-жек бағана Төлеген мен Бекежанның қақтығысында деген сияқты. Сол сәтте бағана айтқан, сонымен бірге сабақтасатын мына мен Сеген Тұрысбеков ағамызды айтатын едім. Ол кісі 80-ші жылдардан бастап жаңа бір әнді сүйемелдейтін қағыстағы үлгідегі күйлердің жаңа бір стилін алып келді. Өйткені қай бір шертпе күйді қарасаңыз, ол жерде бір дәл Секен ағаның қағысындай бір стилді, бір келге басынан соңынан стилді ондай көп көрмейсіз. Барлығында өзінің бір күреп қағатын, өзінің бір дәстүрлі шертпелі. Ал енді 85-ші жылдар шыққан күйлері, көңіл толқыны сияқты, одан кейін бертін келе шыққан қаншама күйлер бар. Олардың өзі қазір таңда шығып атқан күйлердің барлығы сол стилде. Шертпе, лирикалық бағытта байқап қарасаңыз. Мына Төлеген Момбековтердің, немесе бертін біз 20-шы ғасырдың соңында көзін көргенде, Дәулетбек Садуақасов, олардың барлығы дәстүрлі үлгідегі кәдімгі. Яғни бағана күйлердің өзі жаңа бір форматы, жаңа бір үлгісі шықты. Осы аспаптардың Нұрғиса Тілендиевтің өңдеу әдісі, оркестрдің, Махамбеттердің ондай шығарма бұған дейін өңдеулер болған жоқ. Өңдеу басқаша болды ол жерде. Одан кейін тағы бір мәселе, бағана кешірім сұраймын енді бағана сұрағыңызға. Одан кейін аспаптардың өз функциясын, яғни өз қызметін таба бастау деп өзім ойлаймын. Өйткені домбыра аспабы оркестрге түскелі бір сүйемелдеуші, бір ырғақ ұстаушы аспап сияқты болып кетті. Қылғобыз кәдімгідей көсіліп ойнайтын сықышты, спалы дейма, сондай аспап емес, ол да бір белгілі бірдеңе вальсті ұстайтын, немесе бір сондай бір шетел шығармаларында бір өзінің функциясын, өзінің бір болады, біте қайнасқан, бір дамыған өзінің үлгісінде емес, бір басқаша формада шықты. Яғни скрипка бір басқаша болып атқан сияқты, домбыра сияқты болып атқан сияқты болып кетті да. Ал енді міне Махамбет, нелер домбыраша, қылғобызша ойнап деген сияқты міне осындай тұстары. Яғни кейінгі өңдеулердің өзі қайтадан мына ненің дамуына әсерін тигізді. Ансамбльдік өнер, оркестрдік өнер деген сияқты. Ал енді бағана аудиториясы өкінішке қарай бізде ондай көп емес. Біз аудиторияны көбінесе әлемдегі бір ойымыз бір жерден шығатын публика халықтан іздейміз. Фольклор музыканы жақсы көретін топтар. Тіпті бір мемлекетті де атап айту қиын. Өйткені олардың, мен Европа мемлекеттеріндегі фольклор деген дүниеге үңілетін болсам, көбінесе рәсімдер, одан кейін би өнермен астасқан, сондай бір мазурка сияқты билермен сүйемелдейтін сондай бір нелер ғана көрем, аспаптық музыканы көрем. Ал
немесе рокпен, немесе бір сондай бір әйтеуір бір таза емес, Джазбен, кейде этно-джазбенен. аралас. Мүмкін олардың ғылымның, олардың ол этаптан өтіп кетіп, қазір таңда олар сондай деңгейде жүрген шығар. Бірақ білмеймін, мен түпнұсқа дегенмен біз үшін енді өзекті болу керек деп ойлаймыз. Ол бізге қымбатырақ қой. Сондықтан аудитория әдетте бізде тек Қазақстанда деп айту өте қиын. Өйткені Қазақстанда масс культура бізде, бұл не? Эстрадалық, бағанағындай рок музыка. Ал одан кейін жаймен жаздың да өзі тыңдарманы, мынандай шағын қиын жанр болғаны. Бізде фольклорлық аспаптық музыка тіпті аз. Ал сөз өнерімен байланысты әншілік деген сияқты олар енді кішкене қысқа болғаннан кейін, концерттік формат болғаннан кейін олар қол жетімді, тыңдағанға түсінікті деген сияқты. Жаңағы социологияда сондай бір ереже бар да, жаңағы расында да бұл музыка жаңағы қоғамменен бейбіт өмір сүріп, қоғамға кеңінен жайылу үшін қоғам оны тек қана тұтыну емес, соны өндіруі тиіс деген. Сондықтан да мысалы үшін фестивальдерді көбейту керек сияқты. Қай сфераны алып қарайтын болсақ та, қатты бір ойды ойлануды талап етпейтін нәрсе қазір басымырақ. Тамақтың да көп уақыт алмай жей салатын фастфуд. Сол кішкене актуальны қазір. Сөйлеген сөзде де қазір ешқандай ойландырмайтын бір жеңіл сөздер пайда болды қазір. Соны жастар қабылдай салады. Әнде де солай, мына эстрада жұлдыздарында да анау ешқандай мағынасы жоқ, қайталана беретін сөздер, қайталана беретін әуендер халыққа тез жатыр. Олардың мақсаты хайп, кейінгі мына болашақтың мына келе жатқан цепочка дейді, тізбекті жалғастыру деген ой жоқ қазір. Өзімнің атымды қалай шығарамын, атың шықпаса жер өрте деймін, сондай қазір қатты қағида жүріп жатыр. Сол сияқты сондай қоғам қалыптасқаннан кейін біздің философская күйлердің тыңдармандар аз өте. Бар енді шүкір Аллаға шүкір, аз. Сол үшін кейбір кәсіби музыканттар амал жоқ шоу-бизнеске өтеді кейбір. Шоу-бизнестегілер қазір екіге бөлінеді. Көшеден келгендер, дәстүрлі өнерден келгендер. Мысалы дәстүрлі өнерден келгендер, Сәуле Жанпейісова деген сияқты, Айгүл Қосанова дегендер, мысалға Рамазан Стамбазид дегендер, мысалға Ерлан Асқалилер дәстүрлі өнерден дауысы қойылып, белгілі бір этаптан өтіп келгендер. Ал екіншісі бар, белгілі бір қаражаттың, белгілі бір материалдың күшімен келе салғандар деген сияқты. Бірақ ол кісілер біздің ұлтты әлемдік аренаға таныстыруға жарамайды бұл кісілер. Ол өзінің белгілі той-томалақта бір өзінің кештеріне ғана ыңғайлы болуы мүмкін. Өзінің бір несі бар дегенде ғой. Бірақ енді біз енді келіп ішіп-жеп кету үшін келген адамдар емеспіз ғой енді. Келгеннен кейін осы ұлт болып, осы ұлттың ішінде туғаннан кейін осы ұлттың белгілі бір қажетінде жүру біздің негізгі міндетіміз мысалға ше. Тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген сияқты. Кім қалай қолынан келеді? Ертеңгі күні біз өмірден өткен кезде кейінгі ұрпақ бізді қарғамайтындай болу керек қой. Сол мүддемен өмір сүру керек сияқты мағына хайптан гөрі ше, түсінесіз ба? Сондықтан әр салада өзінің бір ешқандай ойды талап етпейтін бір қоғам қалыптасып келе жатыр. Сол біздің қауіпіміз ба деп ойлаймын. Фольклор деген бір сөзде де бізде бір не бар да, фольклор деген сөз, фольклорлық аспаптар, фольклорлық музыка деген кезде бір астарында кейде маған андай болып елестейді да, фольклордың астарында бір артта қалып кеткен аспаптар деген секілді бір көзқарас секілді. Сондай бір мысалға жаңағы бізде аспаптар неге біздің сіз айтпақшы халықтың ішіне неге кірмейді, халық неге бұны жаңағыдай өзі жеке өндіре алмайды дедіңіз ғой. Сол кезде де біз аспаптар, фольклорлық аспаптарды ұлттық музыкаға бір анандай қылып қараймыз, бір экзотика ретінде қараймыз да, жаңағына зоопаркке барғанда немесе бір музейге барғанда бір экспонатты көрген секілді бір рет ойнайды сыбызға. Сондай секілді. Бір рет сыбызға ойнаған тыңдайды, о әдемі екен дейді, сахнада неде жаңағыдай сазсырнай, басқа аспаптарды, бірақ ешкім сізді отырыстарына шақырмайды, ешкім сізді тойына шақырмайды. Бәрібір де олармен, ол аспаптармен халықтың арасында бір белгілі бір арақашықтық бар. Неге деген кезде жаңа айтқандай тағы да ол аспаптарды тек музыка тұрғысынан емес, оның жаңағыдай тарихи, мазмұн жағынан да нету керек. Оның жаңа Ерекең айтпақшы аңыз айтылу керек. Ол сыбызғының ұстаған адамның тікелей өмірмен байланысты ол мысалға. Сондықтан біздің шығармалардың, біздің музыканың бір ерекшеліктері шығарманың орындалмас бұрын
аңызы да айтылып отыру керек. Яғни бұл жерде бір интеллектуалды бір деңгей қажет етеді. Халық қашан интеллектуал дамиды, сол кезде барып бұлардың мән мағынасын, түпкі философиясын ұғына бастайды. Сол кезде барып халық бұны өзімдікі екен деп жағдай иемдене бастайды. Ал бізде көбінесе бұл аспаптарды бір сахнада 5 минуттық бір шоу ретінде ұсынып жүрміз да, шоу ретінде. Сондықтан бізге айтады, жай орындалатын күйлерді көп тыңдамайды деп шағымданамыз. Тез ойналатын күйлерді көбірек тыңдайды дейміз. Неге? Өйткені оның қасында ол күйдің шығу тарихы, белгілі бір тарихи оқиғамен байланысты, белгілі бір салт жоралғылармен байланысты деген секілді. Баяғыда бізде Айжан деген апайымыз болды консерватор, сол айтатын. Бірінші курста мен сендерден Елімай деген әннің шығу тарихы мен оның қалай айтылатынын тексеріп алам емтиханда. Ол программада жоқ, біздің бағдарламада, бірақ әрбір қазақ бұл әннің қалай шыққанын білу керек, бұның қалай орындалатынын білу керек дейді. Сіз оны мелодия ретінде бір білесіз, оның шынымен сіздің ұлтыңыздың тарихындағы бір оқиғаға байланысты екен тағы білесіз. Сол секілді көптеген күйлер, көптеген әндердің белгілі бір мазмұны, философиясы болады. Семантика. Сондай, өкінішке орай сол жағы бізде қалып кетті. Екіншіден тағы бір трансформациялау мәселесіне қатысты айтатын тағы бір нәрсе бар. Жаңа Нұрғиса Тілендиевтердің кезінде әдемі трансформациядан өтіп келе жатқан кезде бізде тағы да бір мынандай бір трансформацияның басқа бір кемшін тұсын айтқым келіп отыр. Бізде тағы да бір комплекс бар. Бір постсовет мемлекеттерінде болатын комплекс. Жаңағы біздің шығармамыз, біздің аспаптарымыз классика ойнай алмайды. Неге ойнай алмайды? Содан кейін біз шамалы олайынша айтқанда, дөрекілеу айтқанда тыраштанамыз бір. Домбыраға Моцартты ойнағымыз келеді, Бетховен. Әрине күшті, бұл шығармашылық деңгейді көтереді, бірақ бәрібір де бұл ұлттық колориттің, бір ұлттың бір меншігі болғаннан кейін бұл аспаптар біреудің классикасын ойнауға жаңағыдай міндетті емес. Сіз бір жақсы сөз айтып кеттіңіз. Мәке, мына халықтың өзі өндірушіге айналу керек. Яғни белгілі бір деңгейде бізге бір эстафета берілсе, ары қарай халық. Өйткені фольклор деген сөздің өзі негізі халыққа тиесілі деген сөз. Ауызекі өнер деген сөз. Көзге көрінбейтін, қолға ұстауға келмейтін ауызекі өнер деген сөз. Европадан айырмашылығымыз да сол. Олар ғылыми түрде негізде бекітіп, бүкіл дыбыс динамикасын бәрін белгілеп кетеді. Солдан қатты айналасында ғана жүресіз, қатты ол кезде бәрін бекітіп жақсылап зерттеп кеткен. Ал бізде олай емес. Бізде ол уақыт өте келе ол дамиды. Яғни бүгінгі халықтың қолына түскен кезде ол бағана халық өзі өндіруші ретінде бұрынғы фольклорды өзегін бұзбай, тек белгілі бір деңгейде даму. Мына сарын деген сөзде, мотив дегенде, бұл жерде белгілі бір, енді тактпен айтатын болсақ, белгілі бір тактта ғана өзегі тұрады. Қалған жағы барлығы ол белгілі бір халықтың кезеңдегі халықтардың қосқан үлестері. Дәл сол сияқты биылғы осы бүгін 21-ші жыл түскен қолына түскен халық, осы музыкалық мұраны халық өзінше ары қарай дамытады. Осы бағана фольклор, этнография бізде бұл енді бағана құралдарымыз, бұл материалдық құндылықтарымыз, қолға ұстауға келетін, жалпақ тілмен айтып отырмын, көзге көрінетін бұл біздің домбыра, қыш құмыран, ыдыс аяқтарымыз, археологиялық қазба жұмыстары табылған. Екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Құрал мен ауызекі өнер қазақта осы екеуі қатар жүргенде барлығы осы дамып отырады. Ал халыққа ұсыну, әлемге таныту деген мәселеде ол жерде бағана аңызбен тікелей байланысты. Мысалы бір ұлттық нені тек қана бір европалық немесе шетелден келген ырғақтармен көмкере беріп қана біз таныла аламыз деген ол мен ойымша ол теріс пікір. Табиғатқа еліктеп ақ қазір сондай тенденция жүріп жатыр. Сіз енді аспапшыларды енді білесіз бе, білмейсіз бе? Қазір табиғат дыбыстарын аспапқа салу үрдісі жүріп жатыр. Көп жүреді. Мына құстардың дыбысын кезінде салды ғой, бірақ дегенмен қазір дәлме-дәл белгілі бір құстың дауысын аспапқа салу, соны іздеп, немесе бір адамның, жылқының дауысы, баланың жылағаны, бүкіл сол кәдімгі өзіміздің күнделікті өмірдегі заттардың барлығын аспапқа салу, сөйтіп жеткізу, бұл кез келген ұлтқа, тек қана қазақ халқына емес, кез келген ұлтқа өтімді. Және ол түсінікті, қызықты. Осындай да бір тәсілі бар бағана. Мына жерде инструменталистер отырғандықтан қазір аспаптық музыка жөнінде болып кетіп жатыр. Мен кішкене бір тұздық жасайын, әнге қарай бір көрейін. Себебі ән деген үлкен шаруа. Жаңа сен өзің айттың ғой,
батыста фолк музыка соншалықты кәделенеді дедің ғой. Баяғыда Жүсіпбек Елебеков ағамыз Атырау жаққа барып ән салып болып отырса, ана кісілер сол жерде отырған біреу тұрып айтады дейді. Жүсеке, енді қазақша бір өлең айтып беріңізші деп. Сол айтқандағыда шетелге барған кезде ең алдымен қазақша сұрайды. Біздікін қоя тұр, өзіміз күнде естіп жүрміз ғой дейді. Бірақ сол айтылатын қазақша айтылатын ән, тартылатын күйлер қаншалықты ол, әсіресе ән, қаншалықты біздің төл туындымыз, қаншалықты ол өзгеріске түсіп жетіп отыр Европаның жұртшылығына, батысқа. Ал о бастағы қандай еді, трансформацияланбай тұрған кездегісі. Соны, оның бір әдісі бар екен, ұрымтал. Мәселен, жаңағы біздің Қытайдағы қазақтардың әні, Түркиядағы қазақтардың әні. Олар енді біздің мына европейский стандарттар келген дейін, экспансияға дейін кетіп қалды ғой енді. Оларда қаймағы бұзылмай, сол күйінше трансформацияға түспей дерлік сақталды. Жаңа тыңдап отырсаң, ютубтан шынында оларда бір қазақтың әнінің ежелгі квадраттылығы, жаңағы әннің кеудесі шумақ, сосын жаңағы қайырма, екі рет қайталанып келетін, соны сақталады, сосын өзі бір неден мөлшерден шықпайды, музыкалық не жағынан, формасы жағынан. Сосын екіншіден жаңағы ән менен сөздің, әуен менен сөздің өзара секвенттік арақатынасы дейді. Бірмен бірі сондай аса бір шарбыдай шырмалып жатпайды. Секвентирование дейді. Сосын жаңағы орта септимамен келеді, тоника дейтінмен аяқталады. Негізінен сол қазақтың қоңыр әндері былай айтқан кезде. Ол бізде көбірек сақталмай қалған, бар, бірақ көп емес. Біздікілер қарап отырсақ, соған енді келіп біздің ән қазақтың дәстүрлі әнінің өзін қазіргі айтылуын қазір салып қарайтын болсаң, жалпы музыкалық формасын едәуір айырмашылықтар бар. Содан ақ уже біздің қаншалықтың қазақ әнінің өзгеріске қаншалықты түсіп қалғандығын байқауға болады. Осы жерде біз нені ұттық, нені ұтылдық. Сол өзгеріске түскеннен ұттық па, әлде ұтылдық па деген мәселені. Әрине ұтқан жерлеріміз өте көп. Мәселен, Бақытжан Байқадамовтың хор, қазақтың хор әндері, капеллалар Бақытжан ағамыздың арқасында, бірақ Бақытжан ағамыздың қолында материал болмайтын болса, полифония түбінде болмайтын болса, ол қалай шығарады? Оның табиғатында оркестрлік, симфониялық табиғаты әннің, қазақ әннің өзінің хоровой табиғатының өзі сонда жатыр. Соны пайдаланған жаңағы ашқан Япурай тыңдап отқан кезде, мәселен, бір симфония, европалық симфония тыңдап отқандай боласың. Не деген сөз, әрине, сөздің кейін Абайзақ қайтадан жазып шыққан ғой. Бірақ сөзбенен сол кезде екеуі қабысады, Абайдың әндері сияқты бірмен бірі әуенмен не қалды. Бірақ Қытай қазақтарын қарап отырсаң, ондай әсер ала алмайсың. Бірақ оларда ұлттық ырғақ, ұлттық тембр сол сақталып қалған. Біздің осы жерде ұтылғанымыз осындай нәрселер екен. Кейін 70-ші жылдардан бастап бізде Болат Қарағұлов, Әсия Байғасқина, Ілияс Қожабеков деген мықты музыкатанушыларымыз бар, шықты. Сол жаңағы Болат негізінен жаңағы нотаның ұлттық жүйесін жасады, ноталаудың. Бұрын европалық стандарт 24 белгімен жасалатын ноталауды бізге дұрыс емес, қазақтың әнінің гүл колоритін, табиғатын бере алмайды, бояуын бере алмайды деді. Оның ішіндегі ырғақтар нелер, кезінде Затаевичтің өзі де сценографиялық әдіспен жазып алған ғой. Ол пианиноға салмаған. Ал сол өзінің сценографиялық өзінің жеке ойлап тапқан әдісімен тез жазып алу үшін, айтып отқан кезде үлгеру үшін жазып алған. Бірақ көптеген иірімдер, нақыштар, әшекейлердің бәрі қалып кетті, түспей. Ерзакович соны байқап, қайта ол фортепианоға салып, сөйтіп не қылды, ноталайтын болды. Бірақ көптеген әндеріміз бәрібір Ерзаковичтің тыңдамаған әндері де бар, оны білмеген. Олардың бәрі қалып кетті. Осы түп нұсқа, оригинальный нұсқалы кезіндегісі. Енді соны жаңағы Болат айтады, ұлттық ноталау деп өзінің жүйесін жасады. Қазір соған көшіп, негізінен сол қазақ әнінің өзінің байырғы бүкіл формасын, музыкалық формасын, латтық, интонациялық, метрикалық нелердің бәрін соған лайықтап жатыр. Содан кейін Әсия Байғасқина деген апамыз, марқұм, ол қанша жыл, 30 жыл ма зерттеді, ырғақ, қазақ әнінің ырғағы, морфологиялық зерттеу дейтін тәсілге салды. Бұрын Европаның зерттеп жүргеннің бәрін теріске шығарды. Дұрыс емес, қазақ әніне келген кезде қазақ әнінің жаңағы опять-таки ырғағын дұрыс бере алмайды. Жаңағы бұл қазақтың көне түркінің бармақ дейтін өлең құрылысы бар. Бармақ санау дейді ғой. Бас бармақ, балаң үйрек, ортан түйрек, шылдыршы мен кішкене бөбек деген сияқты буынақ пен буындарды санайды. Сөйтіп жаңағы әннің өлшеміне, әуеннің өлшеміне сөз
қалай екеуі бірімен бірі кірігеді, қалай ол фраза аяқталады. Фраза аяқталып келе жатып, екінші шумақтың екінші мело жолын қалай іліп алып кетеді басын. Соның бәрін есептеп шығарып докторлық диссертациясын жазды. Сол кезде біздің көзіміз жете бастады осыған. Бұл жүйе қазір қолданылып жатыр ма? Қолданылып жатыр. Иә, бұл кісінің өзі қазір бізге бағдаршам. Осы музыка тануда ырғақ мәселесін зерттеген кезде сол кімнің морфологиялық принципін алады. Жоқ, бұл өте маңызды. Сіздер мысалы үшін жаңағы туындыларыңызды қалыптастырған кезде қандай жүйені, нотацияны немесе ағаның сөзін жалғастырып кетейін. Мына қазақтың ұғымында ұстаз шәкірт деген ұғым бар. Ұстаз шәкірт, осы дүние қалып кетті бізде. Оған мына жалпы ноталық жүйе бұл біздің ғылым үшін өте маңызды, ғылым үшін керек. Ал педагогикада ноталық жүйе әсіресе орындаушыға оның пайдасы қатты көп емес. Өйткені нотада шеберлік деген дүние қалып қалады. Нотада қаңқасы беріледі, белгілі бір оның бағанағыдай лады, несі бәрі береді, бірақ шеберлік ешқашан берілмейді. Бұл тұрғыдан қарасақ, яғни батыстықтар үшін де сондай негізінде, яғни оларда да шеберлік жазылмайды, ол жерде тек қана. Осы жолда фольклор деп айтып тұр, ауыз екі өнер, білмеймін, енді біздің Құдай бізді сөйтіп жаратқан Алла тағала, мысалы. Біздің өнеріміз ауыз екі, осылай ұстаздың алдында отырамыз, өйстіп көрсетеміз, өйстіп үйретеміз. Осы жүйемен жүру керек. Мысалы, бағана сіздің сұрағыңыз қазір қалай жүріп жатыр? Бізде, мен жай былай дерек ретінде айтайын. Қазақ тобында енді жетекшілік еткен 10 жыл болды ғой. 30 әнеугін есептедік. Өзіміздің жасаған 33 авторлық шығармамыз бар екен. Барлығы авторлық емес, ішінде бірақ өңдеу біздікі. 33-і де нотаға түспек. Қолданыла жоқ, ғылым үшін ол міндетті нотаға түседі. Ал орындаушы халыққа өтімдірек болу үшін нота арқылы үйрету деген мәселе қаншалықты маңызды деген тағы бір сұрақ бар да. Бізде процесс олай жүрмейді. Енді мен кәдімгі дәстүрлі үлгіде тарихын аламыз, оны жан-жақты зерттейміз, не жайлы айтқысы келді, қандай мәселені қай жерден бастаймыз, сюжеті қалай болады, ойша бағана визуализация кетеді. Өңдеудің өз әдіс тәсілінде солай бізде шығарма шығады. Солай күннен күнге мысалы бір дайындығымыздың өзі бір 11 кешкі 7-ден түнгі 12-11-ге дейін болатын болса, сонда бір 4-5 сағаттың ішінде жүріп отырады. Әр күн сайын бір шығармаға орта есеппен 10-11 репетиция кетеді екен, дайындық кетеді. Сонда бір есептесеңіз, солай бір жарым аптаның ішінде, енді былай қосып айтқан кезде, бізде бір туынды шығады екен. Ал оның ішінде ол қалай дамиды? Күннен күнге бір белгілі бір деңгей, мысалы бүгін бір шығарма шығарамыз, ән болсын, күй болсын, несі жоқ, айырмашылық жоқ. Ертесі күні соны біз мүлдем лақтырып жіберіп, қайтадан, бірақ бәрі ауыз екі өтеді. Ноталық жүйені біз білмейміз деген әңгіме емес. Ноталық жүйенің өзінің бір пайдасы бар. Ол сақтағанға деген сияқты. Бірақ ол жерде бір ұлттық бір нюанстар, жерде тағы бір мәселе бар. Домбыраның өзі өзгеріп кетті ғой. Оркестрге домбыраның өзі өзгеріп кетті. Тағы қандай, мысалы, біраз аспаптардың өзінде пернелер пайда болды, ортадағы микротондар бәрі жоғалып кетті. Оның бәрі ұлттық не еді? Бауыржан мырза, сіздер қалай іске асырасыздар? Мен жалпы теорияны да практиканы да қатар алып жүрген адаммын. Консерваторияда қосымша композицияны да дирижирование дейді. Теориялық жақтарында сонымен қоса біраз зерттеп, соң біразына бардым. Енді мен көбіне практикпін, соны айтпағым. Енді мына ноты жөніне келген кезде біздің Ахмет аталарымыз бастап берді, сонымен нүктесі қойылды деп ойлаймын. Ол кісілер енді салыстырмалы ретінде айтатын болсақ, тура біз сияқты ұлттар бар, Ресейдің құрамында. Ноғай. Ноғайдың енді кезінде ноғай қазақ бір бауырлас ел ғой. Енді айтпағым, сол елде біздің әріптестеріміз бар. Солар осы мен өзім Атыраудамын. Сол жақта Атырау облысында сол ноғай апталығын өткіздік, ноғай халқының апталығын. Сол кезде солардың өнерпаздарын шақырдық. Солардың қарап отырсаңыз, қанша ұлттық құндылықтарын жойып алған, дымы қалмаған қазір. Өнерпаздардың аты бар да заты жоқ. Айтып отқан дәстүрлі күй, ән деп отқандар, мына біздің ауылдағы шоферлардың нелері бар ғой, репертуарлары бар ғой. Енді кемітіп отқаным жоқ. Мына несі кішкене қалып кеткен. Даму кезеңінің кішкене көп артта қалып кеткен. Олар ноталық, репертуар жағына келген кезде біздің Ахмет аталарымыздың жасап кеткен еңбегіне үңіледі.
біздің адай сарыарқаларымызда жалпы қандай күйлеріміз бар, біздің нотаға келіп үңіледі. Себебі әр адамға отырып, нотамен отыру дейді мүмкін емес қазір. Енді қазір заман мүлдем басқаша. Слухтың да керегі бар, белгілі бір. Бірақ көбіне алдында нота тұрып, түсінбеген жерінде ғана көрсетсеңіз бағанағы нәрселерді. Енді екінші мәселе бар. Нотының, жалпы репертуардың, партитураның ұлттық бір штрихтарын қалыптастыру керек жалпы. Ғылыми түрде зерттелген. Оны Ахмет аталарымыз бастады. Кім қостады? Нұрғиса ағаталарымыз. Қазіргі таңда оны жүзеге асырып жүрген Айтқали Жайымов ағаларымыз. Үшеуінің репертуары үш түрлі. Мен партитура жазған кезде мен осы кісілерге үңілемін. Мына кісінің ерекшелігі қандай, мына кісінің ерекшелігі қандай, мына кісінің ерекшелігі қандай деп, сол кісінің бәрін аламын да, осы өзімнің немді қосам ішіне. Идеямды қосам. Яғни манағы ноталық дегеннен шығып отырған мәселе. Бұл енді кейінге қалып үшін және де штрих қалыптастыру үшін. Ұлттық партитураны қалыптастыру үшін керек. Европаның бұрын қалыптасып қойған, сонымен дамып келе жатыр әлемге дейін. Біз енді кейін осыны қолға алғаннан кейін біз Европадан кішкене ауытқуымыз керек болып тұр кішкене. Мысалға, домбыраның өңдеуіне келейікші. Мысалға, вальс әндерін келген кезде көбіміз деп қостауымыз мүмкін. Маршабразный штрихтарды қолдануымыз мүмкін Европаның. Бірақ бізде күй деген домбыраның өзінің тілі бар ше. Қазақ оркестрінің жүрегі домбыра болса, күші қобыз. Енді мына жерде мәселе бар. Орта біздің домбыраның дыбысы транспонерші дейді. Мына жерде жазылады, бірақ мына жақта естіледі ол. Ортаға осыған мән беріп, домбыраның бір штрихын басқаша қылып пайдалану керек қазір. Біз аккомпанементтен гөрі. Мен өз басым қазір көбіне солай өңдеймін. Нелер жазған кезде, әннің аккомпанемент жазған кезде де, басқа да бір ұлттың шығармаларын жазған кезде күйообразный контрапункт дейді ғой. Күйообразный контрапункт күй-тектес контрапункттер болады. Егер анау ән айтылмаса, өз алдына бір симфония сияқты болып тұрады. Егер де әнмен бірге қосылатын болса, ол үлкен бір объемный нәрсе болады. Үлкен объемный, түсінесіз ба? Жақында нені өңдедім енді. Мен едім, менің арында жүрген Махамбеттің. Сол кезде бұл аманатқа қатты, енді бұл Махамбет атамыздың бізге деген аманаттап кеткен дүниесі ғой. Осыған келген кезде біраз ойландым. Бұл Махамбетке келген кезде біздің композиторларымыз не деді деген сұраққа бірінші үңілдім. Енді мағадай деп жаза салу болады ғой, әдемі қылып. Бірақ бұл жерде аманат деген нәрсе бар. Анау Қаршы ағамыз күйранды жасады. Махамбеттің ішінде ма? Махамбет поэмасы бар, Нұрғиса атамыздың. Айтқали ағамыздың Ерболатқа ер салмай деген поэмасы бар. Осыларды пайдаландым, бәрін қосып. Егер де әнші мен едім айтпаса, сол Махамбет тақырыбындағы бір рафсадия жүріп жатқандай болып елестейді. Ал егер әнші бірге қосылатын болса, үлкен дүние болып қалыптасты. Яғни айтпағым функциясы сол, орналасу аспаптардың бас, альт, тенор деген сияқты. Бірақ сөйлеу тілі мүлдем басқаша. Түсінесіз ба мәселе қалай болып жатыр? Осындай мәселелерді бір кейінгі ұрпаққа ғылыми түрде қалыптастыру керек, ол міндетті түрде. Контрапункт негізінде қазақ музыкасында бар болған нәрсе ма? Бар. Сіз мына нені Маңғыстаудың жырын тыңдаңыз, Маңғыстаудың жырын тыңдасаңыз, астында астарлы екі дауыс полифония жүріп жатыр. Мысалға, бірнеше оны бір домбырадан полифония есту өте қиын. Топтық бағытта ойнаған кезде, мына сарыарқаны ойнасаңыз, анау үстіне солері деп анау үстіне ашылады, ашылып жабылған кезде, ана ауада қалып қояды полифония бейді. Қосымша дыбыстар қалып қояды, полифониялық үшінші дыбыс, төртінші дыбыс қалады. Оны енді партитураға енгізген кезде осыған кішкене көбірек миды қозғау керек болады. Батыс Қазақстанның Маңғыстау, Сыр өңірінің жыр мақамдарын, жалпы жыршысын тыңдасаңыз, домбыра әуені басқаны ойнап жатады да, ал текст мәтіннің әуені мүлдем басқаша. Екеуі бірақ бір-бірімен кәдімгідей жанасып, бір-бірімен жарасып тұрады да. Органикалық тұрғыда. Бағанағы полифонияның айналасында. Түрде, штрих деген күйдің тілі бұл. Өйткені өте андай қызықты нәрсе. Мынау опять социология. Социологияда жаңағы Макс Вебер ғой деймін, егер қателеспесем, осы контрапунктқа өте қатты мән береді. Жаңағы контрапункт бар қоғамдарда жаңағы толеранттылық, жаңағы бір-бірлеріне деген сенім, бір-бірлерінің айтқан сөзін тыңдау өте екен.
кеңінен жайылған екен. Сондықтан да мен сұрап жатқан бір мәселе жаңағы бар. Бұрын консерваторияда жүргенде мынандай өйткені контрапункттың негізгі музыкадағы функциясы да сол ғой, жаңағы екі бір-біріне ұқсас емес нәрсені бір органиканың ішіне кіргізу, гармонияның ішіне. Біздің қазіргі әңгімеміздің өзінде де контрапункт бар. Қазақ музыкасының қазір екі линиямен дамып трансформацияланып жатқандығы қазіргі күннің өзінде контрапункт. Біреу жаңа айтып отқан экзотикалық халық дәстүрлі музыкасын экзотикалық тұрғыда жаңағы индейцтердің резервациясындағы қонақтарға көрсеткен сияқты қылып туристерге көрсеткен сияқты қылып көрсетеді. Екіншіден, қалай болғанда да ұлттық семантика әлде де сақталып келе жатыр. Бірақ көп емес, бірақ бар. Mesela Қуат Шілдебаев деген композитор бар. Соның әндері халыққа көп таралмаған, бірақ талғампаз қауымға арналып шығарылып, бірақ соны тыңдап отқан кезде мына жерінде бірдеңе бар. Қазақ әуелі даланы көргендей болады. Даланың үні құлағына келгендей болады. Бозторғайлардың ти деп Кененнің Бозторғайындағы әлгі степ сол сияқты құлағына келеді. Сондай. Ал бір мәселе сонда, неге бұл қуаттар неге көп емес? Себебі біздер жаңа айтып жатқан жаңа ырғағымыздан, интонацияларымыздан ұлттық айырылып қалғаннан кейін, тембірімізден айырылып қалғаннан кейін, біз жаңағы репертуар мәселесінде осы ұлттық негіздегі, жаңа дәуірдегі ұлттық әндерді, таза ұлттық реңктегі әндерді шығарып жататын композиторлар жоқ болып кетті қазір. Мәселен, әрбірден кейін сол қазір қолда бар қазақтың дәстүрлі әндерінің музыкасын, күйлерін алып отырып та, күйдің өзінен ән шығаруға болады деп ойлаймын мен өзім. Енді оқимыз ғой, оқыған кезде ана кім деген Американ Эрик Крамер деген несі бар композиторы, Албум Музелов дейтін жаңа атақты кім айтатын, Селин Дион айтатын әнді, топ әнді шығарған. Ол бір ансамбльде ойнап жүрген бала ғой, рок музыкант, жаңағы жігіт. Бір күні отырғанда үйде бір ән шығарайын деп отырып, жақсы көреді екен Рахманиновтың жаңа фортепиано мен оркестрге арналған нөмір 2 концерті дейтін бар, атақты шедевр енді классика. Соны тыңдай береді екен де, өзі еврей, Ресейден келген. Соны тыңдай береді, сосын бір күні соның ішінен екінші бөлігіне бір түкті жұлып алады да, сосын соны әнге айналдырады. Өзінің бірдеңесін бұрын қосады, сөйтіп Селин Дионның арқасында ол қазір топ шедевр әндердің біріне айналып кетті. Мен ойлаймын да, бізде неге сөйтпеске мәселен? Сөйтіп біреуін алып алып. Қуат Шілдебаев дедіңіз де, өте жақсы тақырыпты аштыңыз. Сол кісінің мысалы Қара кемер деген несі бар, туындысы. Иә, өте керемет расында да. Неде батыста көптеген оркестр ойнап шықты. Бірақ олар әрине қобызбен емес, жаңағы скрипкамен ойнады. Бірақ негізінде қылқобызға арналған туынды. Ол жерде мысалы үшін егер жаңағы форма, бір батыстық форма дегенімізбенен жаңағы тұла бойы өте біз да тұла бойы біз иә. Сол ғой, мына Европаша білім алған кезде ол Европа болу деген сөз емес қой. Ағылшынша үйрен деген сөз ағылшын болу деген сөз емес. Ағылшынның кейбір бізге керек-ау деген тұстарын алып, керек емес нәрсесін ысыра салу ғой бүйтіп. Мына неде бұрын консерваторияда оқып жүрген кезде мынандай бір астарлы не болатын, анекдот болатын. Консерваторияда екі студент шығып бара жатыр дейді, біреу музыкант, екіншісі народник дейді. Сол кезде мына ол дейтін мемлекеттік мысалға кәсіби оқу орындарының арасындағы бұл бір қалай десем болады, бір кеміс, бір жаңсақ пікір. Ол деген мысалға Европаның аспаптарын, яғни меңгеріп, соның репертуарымен жүрмегеннен кейін, сен бір қоғамнан тысқарылып кеткен төмен дәрежелі музыкантсың. Солай деп санайды қазір. Мына жақсы айтып кеттіңіз, сіз мемлекеттік идеологияның жоқтығы деп. Мына үлкен мемлекеттік концерттерге барсаңыз, міндетті түрде 2-3 балет, 5-6 опералық ән, 1-2 эстрадалық нөмерлер, сосын бір күйдің басы, екінші күйдің аяғы, үшінші әннің басы, төртінші әннің басы, сөйтіп мына босағада қалдыра салады. Қазақ мемлекетінің концерті ғой деген сияқты. Түсініп тұрсам, мына идеология қалай жатыр, өкінішті солай. Мына сол концерттің режиссерларының ол қателігі, ол надандығы деп айтамын мен тікелей ше. Себебі мынау қазақтың тарихындағы орнын білмейді, қазақтың мәдениетіндегі. Ол күй бөлек, тарих бөлек емес қой біздің. Екі бірінен дүние. Оны қазіргі европалық бағытта білім алған режиссерлар, тек қана теориясын ғана білетін режиссерлар, басқа да бір адамдар
солай ғана қабылдайды да, өзінің ойымен істейді барлық бүкіл проектіні. Содан кейін мен ойым керісінше бұл режиссерлардың қателігі екені сөзсіз, өйткені оны ұлттық бағдарламаға Қазақстанда жүріп ұлттық мұрамызды, музыкамызды бермеуін әрине ол үлкен қателік. Бірақ ар жағында ол біздің дәстүрлі өнердің қазіргі міне 21 ғасырда өмір сүрген өзіміздің орындаушылардың өз өнерін ұсына алмау, яғни бағанағы модернизацияға ұшырамауы үлкен себеп. Өйткені бұрынғы әдіс, мына Құрманғазы оркестрлер, Отырар саз оркестрі баяғыда кез келген ауылға кіріп келген кезде бүкіл 80 адамды әр үй бөліп алып, өзіне қонақ қылып күтіп, былай айтқанда халықтың еркесі болып кіретін. Қазір олай емес. Енді өкінішке қарай олай емес. Кез келген ауданға барсаңыз, оркестр келіпті ғой, әркім өзінің тіршілігімен жүреді. Сәл көзқарас өзгерді. Сондықтан бұл жерде заманның уақыт, ақпараттың толып жатқан уақыт ненің сапасыз, ненің сапалы екенін айыру қиын. Ол кезде енді білім керек болады, және мықты маркетинг керек болады. Және сонымен қатар, тура мен маркетинг мәселесіне. Маркетингтің жоқтығы ұлттық өнердің өкілдерінде. Ол бағанағында өзін диктовать етіп, өзінің талаптарын қоя алмауы, райдерін жасай алмауы, ол жерге режиссерлер ондай адамдарды шақырмайды. Өнер адамдар мұқтаж болғаннан кейін кез келген шартқа келісе береді. Ал егерде мысалы енді мен өзімнің тәжірибе айтайын, мен мысалы Қазсақтың жетекшісі ретінде керісінше мен өзімнің талабымды айтамын. Өйткені біз оған дейін біраз жұмыс істедік, өзіміздің белгілі бір маркетинг жолымызды жасадық. Ал енді қазір таңдағы сахнаға шыққан кезде режиссерларға керісінше біз талап қоямыз. Бір жағынан ұлттық өнерді трансформациялау дегеннің астарында мынау да бар секілді болып көрінеді маған. Қолдағы бар мүмкіндіктерді, немесе әлем жаһандану ұсынған мүмкіндіктердің бәрін пайдаланып, өзіңнің ұлттық құндылықтарыңды аман сақтап қалу. Кез келген мүмкіндікті пайдалану. Менің өзім сыбызғышымыз, қолымыздағы аспаптың өзі белгілі бір трансформациядан өткен. Қурадан жасамаймыз біз, таудан алып келіп, ағаштан жасаймыз. Сосын бар мүмкіндікті пайдаланамыз. Жаңағы оны студияға барып жазамыз, нелер қосамыз, жаңағы фон нелер қосамыз да интернетке таратамыз. Бұл да трансформациялау болып есептеледі негізінде. Сөйтіп, мысалға, оны жақында біреу хабарласты, балаларды онлайн оқыту бір қосымшасы телефонға. Соның ішінде мына сіздің интернеттен алған сыбызғы трекіңіз бар екен, 1,5 минуттық. Соны кейбір қосымшалардың ішінде тетіктерді басқан кезде сол дыбыс естіліп тұратын қылып қойсақ бола ма? Себебі мынау сыбызғының дауысы бір оригинал екен, бізге ұнап тұр деген несі бар. Енді трансформациялауды қолдай отырып, барынша ұлттық колоритті сақтап қалуды ұстанамыз. Сонда бір жағынан бізде циклдық даму дейді ғой, бізде бір циклдық даму бар. Барынша адам дамуға қазір құмар болады да, бір аспапты немесе бір әнді, бір музыканың бір жанрын барынша дамытады да, бір белгілі бір циклға келген кезде қайтадан о бастағы оригиналына жаңадай қызығушылығы пайда болады. Бір ары қарай асалмайтын секілді. Мысалы, жаңа Ержан бауырымыз айтты, біз осы уақытқа дейін қанша жаңағы өзгертіп келдік та, енді халық қайтадан табиғаттың дауысын беретін аспаптарға қызығушылық оятып жатыр деп. Қайтадан оригиналға қайтып келеміз. Миметик музыка. Домбыраның шегін тартып, сольға келтіріп, неше түрлі Европаның шығармасын ойнау, Агинский полонезде домбырамен ойнадық, Моцарттың турецкий маршында ойнадық. Енді бір кезде қазір мынандай бір тенденция. Шалдардың тартысындай тартатын күйшілер бар ма деген бір не бар. Баяғы ескі әндерде де сондай. Өнерді соған қарап бала. Бізде сосын музыканттарда бір термин қолданады. Дала консерваториясы дейді ғой жаңағы. Академиялық білім алған ұлттық орындаушының орындауы бөлекті, шалдардың қолынан, ескі орындаушылардың қолынан үйренген нелердің несі бір бөлек. Сондықтан бір кезегімен ауысып отыратын секілді. Олай болатын болса, бүгінгі бұл бағдарламамызға бір шолу жасайтын болсақ, түйіндейтін болсақ, мен мына нәрсені түсіндім. Жаңағы бізде екі бағытта бір трансформация бар. Біреуі жаңағы біздегі бар бұл жаңағы фольклор, ұлттық дүниеге танытуға ұмтылу. Екінші жақтан да жаңағы фольклордан жаңалықтар іздеп тауып, оларды қайтаран халықпенен қауыштыру. Бұл үшін де көптеген еңбек етуіміз керек, жаңағы қоғамның құлағын үйретуіміз керек. Жаңағы сіз айтқан сияқты кейбір аспаптардың, мысалы үшін бір ятқана тыңдаймыз болды деген сияқты. Оны олай болатын болса, құлақты үйретуіміз керек, сұлықты. Екінші жаңағы маркетинг мәселесі, және үшіншісі фестивальдер көбеюі тиіс.
және жалпы концерттерде, жаңағы аралас концерттерде қазақ ұлттық музыкасына ерекше бір орын берілуі тиіс деп бүгінгі бағдарламаны түйіндейік. Келесі бағдарламада кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.